Слышишь, казахский язык знать вы должны. Вы Знаете? мне говорите, я понимаю, что вы мне Нет, говорите. вы тоже отвечать должны. Хорошо. Осындай заңсыздар көп та бізде бар ғой, осының бәрін бар ғой жоғарыда жолдау керек, болмайды. Нет. Какой закон можно? Объясните мне. Какой закон написано, что я телефон можно положить? Объясните, покажите дело. Покажите. Нет, кодекс покажите. Любой гражданский оставить телефон. Покажите, какой статья имеете мне оставить телефон. Нет, приказ мне нет. Я Казахстан Республика Конституциясының адамымын. Правильно? Я имею полное положено мне. Давайте. Подождите, я сейчас... Мне положено. Я Акиму доложу. Давай, покажите кодекс, покажите. Запрещенный кодекс, покажите. Я Акиму Гражданский. доложу, подождите. Пожалуйста, покажите мне кодекс. Потом обращайтесь мне. Акимы должны классные работать надо. Или вот уже камерадан. Ассалаумалейкум. Сіздің барлық жұмыстарыңыз классный, дұрыс па? Классный деп жатырмын да енді. Дұрыс па? Сәгреткен классный. Сіз енді мысалы халықпен жасыратын ештеңеңіз болмау керек. Халықпен жасыратын ештеңеңіз болмау керек қой. Дұрыс па? Телефон маған соны дәлелдеп беріңізші аға. Қай кодексте мен конституцияның адамымыз біз. Дұрыс па? Еркін адамымыз біз. Сол маған дәлелдеп беріңізші, боп мен телефон қалдырамын. Қай статьяда, қай тармақта маған дәлел келтіре аласыз ба? Келтіре алмайсыз. Өйткені жоқ ондай заң. Телефон барлық жерде бұл халықтың орталығы болған екен, біз алып жүрген құқығымыз. Енді қараңыз, аға, мен сізге келдім. Жолда неге? Мемлекеттік жолды сіз автотұраққа бергенсіз, соны объяснить бересіз, мен бақыт асановқа да кіремін, жоғарыға да шығамыз. Бұл жерде сіздің мөріңізбен, сіздің қолтаңыңызбен ғана тұр. Басқа аудандық әкімдік, жолды, өз салалы, олардың келісім керек, дұрыс па? Сіз неге екеулерің сонда қалай болып жатыр? Жемқорлық болып жатыр ма? Мен соны түсінбей жатырмын. Сонда біз 60 теңгеге нан аламыз да, 100 теңге автотұраққа төлеп кетеміз. Оны қалай түсіндіріп бере аласыз маған? Мен не жұмыспен Қазақстан Республикасының азаматымын. Мырзакенттің тұрғынымын. Хақым бар сізден сұрақ алуға. Енді мен сол туралы мәлімет айтып берсеңіз маған. Біріншіден, ол келісімшартқа отырылған уақытша. Жоқ. Біз оларға тұрақ жасап... Жоқ, мына қара, бір сұрақ қойып өтейін да, сіздің қандай құқығыңыз бар? Мемлекеттің жолын сіз беруге, арендаға беруге. Красный линия ол өйткені. Сіз қаншалықты құқығыңыз бар? Сол маған қай стадия қай жағынан сізге сіз қаншалықты шешім шығарып отырсыз оған? Мен шешім шығарам деп ме? Сіздің қолтаңбаңыз тұр ғой. Мен оны копиясын аламын ол документтің. Копиясын аламын, мен жоғарыға жұмсаймыз оны. Сіздің түбіртеңізді анықтай. Егер шикілік болса, сіздің орнын босатуға біз босап тұруға құқығымыз біз. Халық бұл. Мына жерде қазір парақ шағым тастаймыз. Барлық жерде базар тұрғынның бәрі келісім қол береміз деп отыр. Сіздің іс әрекетіңізге, дұрыс емес іс әрекетіңізге. Ешкімнің құқығы жоқ ол жерде. Ол жер большой трасса, односторонний білесіз, үлкен трасса. Мына беттен де машина тұруға болмайды, негізі заң бойынша. Оны жақсы білесіз өзіңіз, классный біліп отырсыз оны. Соны қаншалықты сіз заңдығы беріп отырсыз ана жерде. Кімнің шешімімен? Сіз өзіңіз жеке пікіріңіз шешімімен ба, әлде жоғарының ақыл несімен келісім шарттың несі бар ма сізде? Оған келісім бар.
Енді сон Оған келісім болғанда кім тарапынан келісім берді? мен сізге оған қазір жауап беремін. Жоқ, жауап беріңіз сіз. Неге жауап бере алмайсыз? Жоқ, не үшін жауап Ол беремін? жөнінде осыдан қазір көтеріліп жатыр. Оны Обязательно. біз ол жаңағы юристтермен ақылдасып, оны қайтып көреміз ол. Так что ол туралы. Жоқ, мысалы қараңыз. Неге бұл жерде халық зардап шегу керек? Халық ешқандай зардап шегіп Зардап шегіп жатыр. Шегіп жатыр. 60 теңгеге мысалы қараңыз, біз тоқтаймыз жол чекесіне, бірдан аламыз 60 теңгеге, 100 теңгеге төлеу. Ол зардап емес па? Артық мөлшерде. Итак транспортный налог төленіп жатыр. Көлік жүргізушілердің бәрі транспортный налог төлеп жатыр, оны білесіз. Енді мысалы қараңыз, сіз біз ол жерде мысалы мен автотұрақ жасасын деп. Автотұрақ қалай болады? Автотұраққа біз Жоқ, қараңыз, автотұрақ қандай дәрежелі болу керек? Автотұрақ біз атаулы болу үшін Сіз мені тыңдамаңыз. Сіз мені асықпай тыңдамаңыз. Иә, тыңдаймыз, жарайды. Біріншіден біз уақытша пайдалануға, санитарлық тазалық сақтауға деп тазалық сақтауға, тәртіп сақтауға. Ол базардың меншігіне кірмейді. Кешіріп қоясыз, базардың меншігіне кірмейді ол. Ол сіздің жол қоғамдық сіздің тарапыңызға кіреді ол негізі. Тазалық. Сіз базарға сіз аударғаныңыз, сіз бұл жерде заңсыздық. Базарға аударған жоқ біз оны уақытша Жастар нені мысалы құрдыңыздар, дұрыс па? Жастар балдар құрдыңыздар, мектеп оқушылар құрдыңыздар, көк жасалаң деп, дұрыс па? Оның бәрін құрып жатсыздар, дұрыс па? Жан-жағына уборка қылып жатсыздар. Неге солар жұмыс жасамайды онда? Ашырып отырсыз ғой сіз заңды түрде соны документтік құжат бойынша. Неге солар іске салмайсыз сол кісілерді? Кімдерді? Сол жас алаң деп, жас көгалдандыру деп аштыңыздар ғой сіздер. Жасыл желек. Жасыл желек. Уақытша олар жұмыс жасады, олар дәл сразу бір айлық жұмысын жасады, олар мерзім бітті. Енді мынау базар алаңы қасында тазалық болсын деп, біз уақытша пайдалануға бергенбіз. Уақытша пайдалануға бергенде сіз негізі уақытша да бере алмайсыз ба? Заң 300-інде бере алмайсыз ба? Біліп отырсыз ғой оны. Дұрыс па? Сіз өйткені ол красный, қызыл линия ол жер. Ол мемлекеттің көлік жүргізетін жері ғой ол жер мысалы. Сәкен аяқтан звондап жатыр жаңағыдай. Сәкен күтіп отыр. Ауданнан жаңағыдай аппарат басшысы. Келінге деп жатыр ғой. Соны тоқтатасыз ба? Кешіресіз, мен аяқ шақырғанда. Жоқ, тоқтаңыз. Мен сізге әлі сұхбатын күткен жоқ. Мен де Қазақстан Республикасының азаматымын, мен де гражданский юристпін мен де. Ана жерде не қыласыз, шара қолданасыз ба? Шара қолданамыз. Ол жерде тоқтатасыз ба? Тоқтатамыз. Жігіттік сөзіңіз ғой. Мен жігіттік қанша уақыт мен сол уақытты мен де алайын. Мерзімін мен оны айта алмаймын, себебі жоқ, ол кісі базар басшысы айтып жатыр. Базар басшысы мен сатып алғам дейді. Ол қалай сатып алады ол? Мен ол кісінің де алдында болдым. Ол кісінде де алдым, сұхбат алдым ол кісіден де. Ол кісі менен деді 5 жылға шейін отырған дейді. Қалай 5 жылға бере аласыздар сіздер? Қандай құқықтарыңыз бар? Мен соны анықтау үшін келгенмін. 5 жылға деген жоқ. Ол просто ондай сөздер бола береді. 5 жылға деген жоқ. Қолында құжаты бар, мен көрдім. Бірақ сіздің ғана қолтаңбаңызбен мөріңіз ғана бар екен да. Үйті копиямен отыр, көшірмемен отыр ол кісі. Мен оригиналын көруге құқылымын оны. Мен неге қаншақты расты емес әрбір Мырзакен тұрғыны көруге құқылы. Мен бұл жерде егер сіз оны шара қолданып ол жерде алдыртпасаңыз, ол жерге ешкімнің құқығы жоқ, ол жерге автотұрақ қылды айналдыруға. Оны заңды білесіз өзіңіз, заңды түрде біліп отырсыз өзіңіз. Егер оны қолдамасам мен халықты көтеремін. Мен оны негізі рейтинг жасаймын, мен халықты көтеремін. Біз оны ол келісімшартты бұзуға не болды, бірақ оған біз негіз керек. Неге сіз сол кезде халықтан жинауға, халықпен халықтың пікірі қызықтырмай ма сонда сізге? Халықты мысалы сіз мысалы қарап, мусор бірдеңе болса халық жинайсыз ғой, жиналыс жүргізесіз, дұрыс па? Сол сияқты мен автотұрақ қылайын деп жатырмын деп сіз халықты автотұрақ қылайын деген жоқпын. Енді қарап, автотұрақ болып жатыр ғой, мысалы төлем, мысалы қызметтік мен автотұрақ болып жатыр бұл жерде. Автотұраққа деп берген жоқпын. Онда неге ақша алып жатыр бұл жерден? Маған соны жауап берсеңізші. Ендігі де қазақша жауап беріңіз.
Қазір келеді. Кейін анау сіздің қабылдауыңызша қазақ тілін жауап берді. Ұлттық қазақ тілін жауап берді. Соны шара қолданыңыз. Мен оны яғни бәрімен қолды түбіртеңізде басқасан қабар беріп, аудандық әкімге, жоғарғы Шымкент облыстық әкімге де барамыз оны. Оны бәрін талқылаймыз. Бірақ түбіңіз шегі болса, әкім мырза, ренжімеңіз. Біз халық ұйымы болып сізді бұл жерден алдық та аттандырамыз. Өйткені сіз дұрыс әрекет жасамаған үшін. Ол әрбір қазақтың азаматтың құқылы. Оны жақсы білесіз аға.